Баспа ісі ұғымының базалық ұғымдары. Баспа ісі кітап, журнал, газет және тағы басқа баспа өнімдерінің түрлерін дайындау, шығару және таратумен байланысты мәдениет пен өндіріс саласы. Сандық ақпараттық жүйелер мен ғаламтордың пайда болуымен баспа ісі ұғымының аясы кеңейе түсті. Оған кітаптардың және мерзімді басылымның электронды нұсқалары, сондай-ақ веб-сайттар, блогтар, ойындар, тағы да басқа электронды ресурстар қосылды. Баспа ісі газет, журнал, кітап, әдеби шығармалар, музыкалық туындылар, бағдарламалық қамтамасыз ету және ақпаратқа қатысы бар басқа жұмыстарды. Мысалы, жасап шығару, құқыққа ие болу, редакциялау, графикалық дизайнын жасау, өндіру, яғни басып шығару және оның электронды баламалары, маркетинг және таратуды қамтиды. Кітапты басып шығармай тұрып, дайындық қалай жүретінін көрейік. Бұл процесс 3 қадамнан тұрады. Бірінші қадам. Шығарманы жариялау процесін бастау үшін автор баспагерге сұраным немесе ұсыныс жасай отырып хат жолдайды. Автор дегеніміз ең басты әрекет етуші адам. Автор сөзі грек тілінен аударғанда бастаушы, құрушы дегенді білдіреді. Яғни қандай да бір шығарманы жазатын адам. Екінші қадам. Автор қолжазбасы редакцияға беру үшін сапалы қолжазбаларды іріктейтін редакторлардың тексеруінен өтеді. Үшінші қадам. Автор қолжазбасы баспада өңдеуден өтіп, түпнұсқаға айналады. Автор қолжазбасын түпнұсқаға айналдыру процесі басып шығару процесі деп аталады. Басып шығару процесі келесі 2 кезеңнен тұрады. Бірінші кезең – дайындық кезеңі. Бұл нарықты маркетингтік зерттеу. Екінші кезең – редакциялық, баспалық кезең. Бұл жерде редактор қолжазбаны редакциялайды. Оның міндеттері: орфографиялық қателерді түзету, стилін жақсарту, дизайн жасау, яғни безендіру, суреттерді және басқа элементтерді сапасы мен орналасуы жағынан тексеру, басылым аппаратын безендіру, яғни басты бет пен басты беттің арт жағы көрініп тұратын мәліметтер, әдебиеттер тізімі және тағы да басқа. Редакцияланғаннан кейін түпнұсқа стильдік және грамматикалық қателерді түзетіп, мәтіннің бірдей элементтерін бірдей безендіретін, яғни үйлестіретін корректордың қолына тиеді. Одан кейін техникалық редактор басылым форматын, қарпы мен композициясын анықтайды. Содан кейін дайын түпнұсқа таралыммен шыға бастайды. Бұл сабақта біз кітап шығару процесімен таныстық. Журнал немесе каталог шығарудың бұдан айырмашылығы болуы мүмкін. Өйткені материалды өңдеудің кезеңдері өзгеше болып келеді.